құрметті көрермен. Сәлем достар. Сіздермен әдеттегідей тікелей эфирде жас ғалым хабары және оның жүргізуші Айжан Мұратқызы. Рахмет, және де менің зерек оқушым Медеу Ақылбек. Достар, білесіңдер ғой, күз келгенмен бағдарламаларда жаңа маусымдар басталады. Жас ғалымда да жаңа маусым. Жаңа маусыммен бізге жаңа жүргізуші Айжан Мұратқызы келді. Көп рахмет таныстырғанына, Медеу. Мен де осы бағдарлама келгеніме, жүргізетініме өте қуаныштымын. Себебі бір арманым орындалды деп айтуға болады. Ол армандардың бірі осы білгенімді балаларға үйретіп болатын. Көп рахмет саған, Медеу. Достар, Айжан апай бізде Мәскеуде магистрлікте оқыды. Ал қандай мамандықта? Бұл физика мамандығы. Нақтырақ айтқанда, бұл нанотехнология облысындағы мамандығым. Бұл жалпы физиканы мен мектептен бері өте жақсы көремін, сондықтан физика пәнін таңдап, осындай университетке түстім. Қиын ба? Қиын, енді қатты қиын деп айта алмаймын, себебі мен математика, физика сияқты ғылымдарды өте жақсы көремін. Егер еңбек етіп, ерінбей дұрыс оқысаңыздар, бәрі де оңай болады балалар. Сондықтан білім инемен құдық қазғандай. Сондықтан еңбек ету керек, білімге құштар болу керек. Рахмет. Жалпы, Медеу, сенің жазғы демалысың қалай өтіп жатыр? Жақсы өтті, бірақ та өте тез өтіп кетті деп ойлаймын. Медеу, сенің демалысың 3 айға созылды. Әлі де саған жеткіліксіз бе? Кеше ғана осы мектепте оқып жүрген секілді болдық. Бүгін қайтадан басталып кетті. Уайымдама, Медеу. Мектепке барған кезде мұғалімдеріңді, достарыңды көргенде қуанып қаласың. Және көп жаңа білім аласың. Өте қызықты болады. Жақсы. Енді, Медеу, бүгінгі тақырыпта айтып өтейік. Бүгін балалар біз термометр туралы айтатын боламыз. Және термометрдің жұмыс істеу принципімен танысамыз, оның қасиетін анықтаймыз. Ол үшін, жалпы сен, Медеу, осы термометрді қайда қолданылатынын білесің бе? Термометрді? Адамның қызуын өлшеу үшін. Дұрыс. Және де ауа райын өлшеу үшін. Дұрыс айтасың, Медеу. Адам денесінің температурасын да өлшеуге болады. Ауа райы болжамы осы термометрлер арқылы жасалады. Яғни, осы әр 3 сағат сайын балалар термометр аспабы арқылы ауаның температурасы өлшенеді де, жаңағы ақпарат дүние жүзілік гидромет центріне жіберіледі. Сол жерде әртүрлі математикалық есептеулер арқылы, арнайы программаларға салыну арқылы біздің күнделікті шығатын ауа райы болжамы жасалады. Және де, Медеу, білесің бе, қазіргі таңда 70 күндік ауа райын болжам жасауға болады. Мінекей, ғылым қалай дамыды қазіргі түнде. Өте керемет, қызық екен. Енді күнделікті өмірде біз термометрмен қайда кездесеміз? Біріншіден, ол дене температурасын өлшеу үшін, және де бөлме температурасын да өлшеуге болады. Бұл қазір өте қызықты. Ал мысалы, баяғы замандарда қалай өлшеді адамдар? Бұл сұрақ өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақты біздің көрермендерге қояйық. Балалар, қалай ойлайсыздар? Бұрын осындай термометрлер болмаған кезде біздің ата-бабамыз температураны қалай өлшеген, ауа райын қалай болжамды екен? Ал бізге хабарлассаңыздар болады. Біздің нөмірлеріміз 95-55-49, 95-55-99. Әрине, қала коды 71-72. Өте жақсы. Рахмет, Медеу. Және де айтып кететін жайт, балалар, бізге звондаған кезде міндетті түрде теледидардың дауысын басып, телефон тұтқасы арқылы сөйлесеңіздер өте жақсы болады. Біз өте жақсы естиміз сіздерді. Ал енді, Медеу, қара, мынау бөлме температурасын өлшейтін осындай термометр. Яғни термометр бұл температураны өлшейтін аспап. Енді қарашы, осы термометр қанша градус көрсетіп тұр екен? Студиямызда қанша градус қазір? Шамамен 27-25. 27-25 дедің бе? Қазір көрейік.
Я балалар, шынымен 25-27 градус аралығы екен. Бұл стандартты бізге жақсы осы бөлме температурасы болып табылады 25-27 градус балалар. Және де осы термометрлер арқылы түрлі сұйықтардың, түрлі денелердің температурасын да өлшеуге болады. Мысалы, мына судың температурасын өлшеу үшін біз термометрді ішіне саламыз да, арқырай осылай қызыл бағананы қараймыз, я? Қай сызықты, қай температураны көрсетіп тұр? Тура 25. 25 градус. Яғни судың температурасы да бөлме температурасына тең болып табылады. Осылай бізге термометр осындай бір қажетті функция атқарады, я, біздің өмірімізде. Ал енді, Медеу, енді бұл термометрді қалай ойлайсың, жасау мүмкін бе? Бізде термометрлар неден жасалады? Біріншіден білейік. Біреу сынаптан жасалады. Дұрыс, ішінде сынап болуы мүмкін, я. Және спирттен жасалады. Спирттен. Өте жақсы. Ал мысалы сынаппен қауіпті болса, үйде мүмкін спиртпен жасау мүмкін. Өте жақсы, оны арғарай, оны талқылаймыз. Ал бізге хабарласқан қоңырау бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Серік. Кешіріңіз, Серік? Рахмет, Серік. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Тараз қаласынан. Тараз қаласына жалынды сәлем. Ал енді, Серік, біздің сұрағымызға жауап бере аласың ба? Термометр қалай жұмыс істейді және термометр қашан тапты? Термометр? Термометр қашан ойлап табылған. Сұрағыңа көптен көп рахмет, Серік. Термометр, алғашқы термометр 1597 жылы табылды. Оны Галилей Галилео жасаған екен. Және де оның жұмыс принципімен қазір танысамыз. Енді көрейік, бізге қажетті заттар қандай екен? Бұл 0,5 литрлі осындай бізде бутылка, пластик бөтелке. Арғарай, ас бояғышы, қызыл болса, қызыл түсті болса, тіптен жақсы болады балалар. Сонымен қатар, міне Медеу қарай ғой, бұл бізде этил спирті, оны біз қарапайым дәріханада сатып ала аламыз. Сонымен қатар, түтікше, шырын ішетін түтікше, осындай ыдыс, шыныдан жасалған, және де 2 пластик стакан алсақ болады. Және де балалар бізге ыстық су қажет. Бірақ ыстық сумен жұмыс істеген кезде мұқият болыңыздар. Қауіпсіздік техникасын сақтаңыздар және үлкендердің көмегін сұраңыздар. Ендеше бастайық. Жақсы. Енді қара Медеу, осындай пластик бутылкаға этил спиртін құяйық. Мына жерде бізде 50 мл деп жазылып тұр. Бәрін қойайық па? Қазір оны стаканға құяйық алдымен. Шамамен көзбен былай өлшеп алайық, шамамен қарадың ғой қанша, бұл 50 мл. Енді оны бөтелкеге құямыз. Ақырын төгіп алмайық. Арғарай, сонша мөлшерде Медеу бізге су қажет. Температурасы ауа бөлмесінің температурасындай бізге су қажет. Ал сіз жасап жатқан кезде мен қоңырау қабылдай тұрайын. Жақсы. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің. Сәлемсіздер бе? Сәлем, достым, есімің кім? Санжар. Санжар. Сәлем, Санжар. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Мен Петропавл қаласынан Жамбыл ауылына хабарласып тұрмын. Жамбыл ауылына сәлем. Ендеше бізге бір қоятын сұрағың бар шығар, немесе Ашан апайдың сұрағына жауап беретін шығарсың. Жамбыл ауылына. Мен жауап беремін. Жақсы. Жауап бере ғой. Тыңдап тұрмыз. Яғни сұрағымды қайталап өтейін. Біздің ата-бабамыз бұрын ауа райы болжамын қалай жасаған екен? Айта қойыңыз. Алло, тыңдап тұрмыз жауабыңызды. Қайта білген? Біздің ата-бабамыз бұрын термометр болмаған кезде ауа райын қалай болжады? Ауа райын?
Ертең, Қарлығаш мысалы, ертең суық қарлығаш. бола ма, ыстық бола ма, олар қалай түсінді екен? Мысалы, келесі күні біз Қарлығашта төмен шыққанда. тағы да қайталай ғой. Қарлығаштар төмен түскенде. Аха. Қандай ауа райы болады екен төмен түскенде? Төмен түскенде суық. Өте жақсы. Төмен шыққанда суық болады. Өте жақсы. Бұл дұрыс жауап екен. Я, бұл жаңағы сау бола ғой. Ауа райын болжауға ауа райын болжау жолдарының бірі болып табылады. Яғни құстардың, жануарлардың осы тұрмыс тіршілігіне қарап, олар ертеңгі күні қандай ыстық бола ма, суық бола ма екенін анықтаған екен. Ал енді экспериментімізді ары қарай жалғастырайық, я? Енді қараңыз. Міне біз сондай мөлшерде суды толтырдық. Шамамен жаңағы 50 мл. Я, шамамен 50 мл су. Оны жаңағы спиртімізге қосайық. Яғни бізде осындай спиртті ерітінді алынды. Ішінде спирт пен су. Енді аз бояғышын қосамыз. Шамамен 3 тамшы қоссақ болады. 1, 2, 3. 3-тен көп дамысаңыз да болады, балалар. Оның ешқандай зияны жоқ. Біздің ерітіндіміз қызылға боялды. Енді не істейміз? Енді шырын түтікшесін ішіне орналастырамыз. Әрине ішпейміз, балалар. Міндетті түрде байқаңыздар, осындай ерітіндіні ішуге болмайды. Ал медеу, бізде қоңырау бар екен. Оны тыңдайық. Я, саламатсыз ба? Я, алло. Өкінішке орай. Үзіліп кетті. Енді жақсы, осы ермек саз арқылы бұл түтікшені орналастырайық. Бірақ міндетті түрде балалар байқаңыздар, яғни осы кезде түтікше бөтелкенің түбіне жетпеу керек. Онда ермек сазбен бұлай орналастырайық түтікшемізді. Міне осылай бекітеміз, міне бекітеміз. Енді тексерейік. Түбіне жетіп тұр ма екен? Жетіп тұрған жоқ дәріс. Аса көрінбейді, бірақ балалар түтікшенің ұзындығы жалпы бөтелкенің түбін тигізбейді. Жақсы, енді жақсылап бекіттік ермек сазбен. Енді не істейміз? Осы ыдысқа ыстық су құямыз. Бізде ыстық су дайын, біз бағдарламаның алдында дайындап алдық. Медиа мына жерде байқа, ол өте ыстық. Осындай кезде үлкендердің көмегін сұраңыздар, балалар. Шамамен міне 300 мл ыстық су. Жақсы. Енді не істейміз? Мына біздің қолдан жасалған термометрді ішіне қояйық. Не байқап тұрмыз, Медеу? Ең алдымен түтікше арқылы біздің спирттен су қосылған. Спиртті ерітінді көтерілді. Дұрыс айтасың. Енді мынаны бұлай шығарсақ, не байқаймыз? Ол қайтадан астына түсті. Яғни температура артқан сайын біздің түтікшеміздегі ерітінді көтеріледі, Міне өзің сала қойшы, өзің тексере ғой. Ал бізде қоңырау бар екен. Саламатсыз ба? Алло. Сәлеметсіз бе? Бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлесеңіз жақсы естіледі. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Аблай. Аблай, сәлем. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Алматы. Өте жақсы, Аблай. Мүмкін сенің бізге қоятын сұрағың бар. Сұраққа жауап берем. Өте жақсы, онда сұрақты қайталайын. Біздің ата-бабамыз бұрын ауа райы болжамын қалай жасаған екен?
күн батқанға қараған. Аха. Сосын Сосын. жануарлармен. Я, жақсы. Тыңдап тұрмыз. Өте жақсы айтасың. Яғни табиғат құбылысын байқап, оны зерттеп, ауа райын болжаған екен, я? Егер, мысалы, аспан қызыл түсті болса, онда дұрыс айтасың. Мен сен де білесің. Күн қызарып батса, онда ертең ыстық болады екен, балалар. Міне осылай біздің ата-бабамыз өз жануарлардың тұрмыс тіршілігінің өзгерісіне қарап, немесе табиғаттың өзгерісіне қарап, ауа райы болжамын жасаған. Енді медеу қайталай ғой, енді көрейік, енді сен тексере ғой. Біздің термометріміз жұмыс істей ме екен? Салайық. Күте тұрайық. Көтеріліп жатыр. Бәрекелді. Міне, біздің спиртті ерітініміз көтерілді. Енді бұның себебі неде, балалар? Яғни, бұл температуралық ұлғаю деп аталады. Яғни, температура артқан сайын сұйық не істейді? Өзінің көлемін арттырады. Сол себепті біздің ерітініміз осы түтікше арқылы көтерілді. Бұл жалпы бүкіл барлық сынаптан жасалған термометрдің жұмыс істеу принципі, я, дұрыс айтасың. Бірақ мына бізде спиртті ерітінді болса, жалпы осындай термометрлерде сынап қолданылады. Және осы жерден балалар мұқият болыңыздар. Осындай сынаптан жасалған термометрлермен ойнауға болмайды. Құлатып алмаңыздар. Я, себебі ішіндегі мынау қызыл түсті сынап біздің ағзамызға өте зиян. Я, жақсы, біздің студиямызға қоңырау бар екен. Сәлем, достым. Сәлем. Алло. Сен тікелей эфирдесің. Сәлем. Алло, менің атым Алихан. Алихан, сәлем. Мен Қостанай облысы, Рудный қаласынан. Мен сіздің сұрақтарыңызға жауап берейін деп жатырмын. Я, жақсы, Алихан, жауап бере ғой. Бұрынғы заманда ата-бабаларымыз жұлдыздарға және жануарларға қарап білген. Мысалы, егер түнде жұлдыз көп болатын болса, онда күн жылы болады. Ал егер жұлдыз аз болатын болса, онда ертең жауын жауады, немесе қар жауатын болған. Бәрекелді, Алихан, тамаша. Саған көптен көп рахмет. Енді медеу байқады ма, біздің сұрағымызға қанша балалар жауап беріп жатыр, я? Өте көп білетін көрермендер екен. Рахмет, достар. Енді айта кетейін. Міндетті түрде осындай термометрмен қауіпсіздік техникасын сақтаңыздар. Яғни онымен ойнауға болмайды, оны сындыруға болмайды. Себебі сынап өте зиян. Ал егер сындырып алсаңыздар, онда міндетті түрде үлкендерді шақырыңыздар. Енді қазіргі таңда медеу байқадың ба, бізде электронды термометрлер де бар. Себебі сынап деген өте қауіпті. Я, дұрыс айтасың. Енді күнделікті өмірде біз электронды термометрлерді де қолданамыз. Тіпті біздің телефонымызда да ауа райы болжамын көрсететін термометрлер бар. Олар қалай жұмыс жасайды, балалар? Олардың құрамында арнайы осы температураны жақсы сезетін металдар орналасқан. Сондықтан олар жаңағы температураның өзгерісін анықтап, бір сағат сайын анықтап, сіздерге осы сандар арқылы электронды түрде көрсетеді. Я, мысалы, смартфондарда да, телефондарда да осындай термометрлер бар. Және де ауа райын болжамын көрсетеді. Бүгін бізге көп балалар хабарласып. Өте тамаша. Сонымен қатар тағы да бізде қоңырау бар. Алло, я. Сәлем. Алло, сәлем. Атың кім? Өкінішке орай үзіліп кетті. Мұнайман, қайтадан хабарлас. Өте жақсы. Енді осылай бағдарламамызды қорытындылайық, медеу. Осы бағдарламада сен не түсіндің? Үйде біз термометр жасай аламыз. Біз қолдан өзіміздің күнделікті аспаптар, құрылғылар арқылы термометрларды жасай аламыз. Және оның жұмыс принципі сұйықтың ұлғаюына негізделген. Яғни температура артқан сайын сұйықтың көлемі артады.
осылай термометрлар жұмыс жасайды. Бәрекелді балалар, енді осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Білімдіге дүние жарық. Білімге әрқашан құштар болыңыздар. Иә, достар, қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.